облысы төтенше жағдайлар департаментінің ұйымдастыруымен облыс әкімдігінің ғимаратында сейсма жаттығуы өткізілді. Сіздердің жұмыс істеу уақыттарыңыз шамамен 25 минут. Қалай қабылдадыңыз? Сейсма жаттығудың мақсаты осындай төтенше жағдай орын алған кезде жер сілкінісі, сол жер сілкінісі болған кезде онымен қосымша екінші факторлар орын алуы мүмкін. Ішінде өрт болуы мүмкін. Немесе жаңағы лестницалар құлауы мүмкін. Сондықтан сол іс-шараларды пысықтап, қазіргі таңда практикалық түрде өткізіп жатырмыз. Кез келген уақытта тек оқу жаттығу барысында ойнаған кез